Баспананы тұрмысқа жайлы әрі сәнді етудің сан алуан құпиясымен бөлісуге бағытталған жаңа қоныс бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Құрметті көрермен, бұл жаңа ауқымды әрі маңызды жоба. Сондықтан бізге үлкен міндеттер жүктейді. Ал жөндеу жұмыстарын сіздер бізбен бірге бақылап, нәтижесіне өздеріңіз баға беретін боласыздар. Күнделікті отбасымызбен бірге бас қосып жине алатын және жұмыстан кейін тынығатын үйіміздің жаңға жайлы, көзге көрікті болғанын әрқайсымыз қалаймыз. Олай болса, біз сіздерге үйді сәнді әрі сапалы етіп әрлеудің заманауи тәсілдерін ұсынамыз. Танымал дизайнерлер қарапайым күңгірт бөлмелерді жарық әрі жайлы кеңістікке айналдырады. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Жөндеу жұмыстарының басы қасында жүретін мен Әсем Әбішева. Қайырлы күн, Наталья. Саламатсыз ба? Үй иелерімен жақынырақ танысайық. Наталья, қай бөлмеге өзгеріс енгізгіңіз келеді? Менің білуімше, ол кіреберіс және жуынатын бөлме. Солай ма? Кіреберіс бөлме адам үйге кірген кезде бірден көзіне түсетін жер болып табылады. Және мен оның ашық әрі кең болғанын қалаймын. Бастысы жайлы және қонақжай болуы. Тамаша, Наталья. Бұл талабыңызды орындауға қуана кірісеміз. Сіздің және қонақтарыңыздың көңілінен шығуға барымызды саламыз. Енді екінші бөлме ол жуынатын жер. Оның қандай болған қалайсыз? Бәлкім түсі немесе материалдары бойынша талаптарыңыз бар шығар. Жуынатын бөлмесін кез келген әйел секілді әдемі әрі керемет болған армандаймын. Аспалы шам және браның болғанын қалаймын. Сонымен қатар бөлмеде алтынмен безендірілген айна мен ерекше дизайнерлік шешіммен орындалған кафель плиткасының болғаны керемет болар еді. Және бастысы жуынатын бөлменің функционалды болу керектігі сөзсіз. Мысалы, арнайы жәшіктердің көп болғаны қажет. Сіздің ойыңызды түсіндім. Және бұл тілектеріңізді басты нысанаға аламыз. Сіздің шаршы метрлеріңіз кәсіби мамандардың қолында. Ал қазір мен сізді шығарып салайын, біз жаңа міндеттерді орындауға кіріспекпіз. Олай болса, көріскенше. Рахмет, сізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыз. Кіреберіс пен жуынатын бөлмедегі жөндеу жұмыстарын үй иесі аяқталғанша көрмейтін болады. Наталья тек соңғы нәтижені ғана тамашалайды. Ал сіздер, құрметті көрермендер, бізбен бірге әр қимылымыз бен идеяларымызды бақылай отырып, мамандардың жұмысына баға беретін боласыздар. Олай болса, бастаймыз. Иә, біз алғашқы хабарымызда осындай жауапты іске кіріскелі тұрмыз. Пәтер иесінің қалауы түсінікті. Енді оны жүзеге асыруға дизайнерлер құлшына кіріседі. Таныс болыңыздар, бұл Сергей. Күрделі тапсырмаларды үлкен шығармашылықпен орындайтын тәжірибелі маман. Ол біздің хабарымызда пәтердің жалпы ішкі құрылысын дизайнерлік шешіммен әсемдеудің сызбасын жасап береді. Ал жөндеу жұмыстары тек ауыз үй мен жуынатын бөлмеге жасалады. Үйдің ішін сәндеу және сапалы етіп орындау оңай емес. Әлбетте, ол үшін арнайы білім мен жоғары талғамның болғаны абзал. Алайда Сергей үшін бұл тапсырма қиын емес. Керісінше, ол үшін үй жайды безендіру үлкен шығармашылық. Олай болса, Сергейге сәттілік тілейміз. Сергей Филатов, 32 май дизайн студиясы, интерьер дизайнерлері халықаралық қауымдастығының мүшесі, Қазақстан құрылыс индустриясы сәулетшілері, дизайнерлері мен басқа да кәсіби мамандары қауымдастығының мүшесі. 12 жыл еңбек тәжірибесінде 100-ден аса жобаларды жүзеге асырған. Бұл дегеніңіз шамамен 90 мың шаршы метр. Сергей әр пәтер үй иесінің пейілі мен талғамын танытады деп есептейді. Сондықтан қолға алған жобаларын ерекше ықыласпен орындайды. Сергей, біздің кейіпкерлеріміздің пәтеріне қандай дизайнерлік шешім ұсына аласыз? Менің ойымша, біздің кейіпкеріміздің талғамы өте жоғары. Ол бізге дәліз бен жуынатын бөлме кеңістігін безендіруді ұсынды. Жуынатын бөлменің аумағын үлкейту үшін біз дәлізде арнайы демонтаж жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен қатар, кіреберісте киім ілетін шкаф пен аяқ киім ауыстыруға ыңғайлы дизайнерлік пуф орнатамыз. Жуынатын бөлме жөнінде бір-екі сөз айтып өтсеңіз, бәлкім түсі немесе орналасуы жөнінде қандай ойыңыз бар? Жуынатын бөлмедегі сантехниканың орналасуы тікелей коммуникацияға байланысты. Сол себепті бөлмеге кірген кезде алдымызда шомылатын жер, оң жағымызда қол жуғыш, ал сол жақта унитаз орналасатын болады. Өкінішке орай, жуынатын бөлмені бөліп, унитазды бөлек шығара алмаймыз. Бірақ түстер реңкі кейіпкеріміз қалағандай ашық түстерде болады. Натальяның айтуынша, ол ашық әрі жарқын бөлмеде демалады. Рахмет, Сергей. Менің ойымша, біздің кейіпкерлеріміз сіздің идеяларыңызды жоғары бағалайтын болады.
Жайлы қоныс бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ауыз үй мен жуынатын бөлме сіздердің көз алдарыңызда мүлде жаңа кейіпке енетін болады. Дайындық жұмыстары қызу үстінде. Ал біз пайдалы әрі керекті кеңестермен бөлісеміз. Бүгінгі жұлдызды лайфхак рубрикасының жүргізушісі мен эстрада жұлдызы үйді безендіруге арналған бұйымдарды қолдан әзірлейді. Сәлем достар, менің есімім Назерке. Бізге жақсы қызмет атқаралатын заттарды біз жиі қоқысқа тастайды екенбіз. Мысалы, пластикалық бутылкалар, немесе дәрет қағазынан қалатын төлкелер. Бүгін осы заттардан үйіңізге пайдалы және ыңғайлы заттарды қалай жасауға болатынын көрсетеміз. Және бонустық лайфхак ретінде әдемі күзгі гүл композициясын жасаймыз. Бүгінгі менің қонағым әсем, әдемі, әрі көз тартарлық ханым, дарынды әнші Жанна Орынбасарова. Сәлеметсіздер ме, құрметті хабар арнасының көрермендері. Ал Жанна, ал бастайық. Бірінші сұрағым сізге. Сіз пластикалық бутылкаларды қоқысқа жиі тастайсыз ба? Енді су алған кезде әрине тастаймын. Қайда жинаймын енді үйге қойып қоймайсыз, сондықтан тастауға мәжбүрмін. Бірақ та әрине мына пластикалық бутылканың бізге деген, біздің айналамыздағы табиғатқа деген қандай зияны бар екенін білесің ғой өзің. Сондықтан біз оны бірнеше рет қолданамыз, иә? Бүгін мен сізге пластикалық бутылкалардан тұрмыста қажет заттарды қалай жасауға болатыны жайлы екі лайфхак көрсетемін. Бірінші ол жаңағы печенье және спагетти сақтауға арналған органайзер болады. Ол үшін бізге екі бутылка керек. Оларды қақ ортасынан біз бөлейік. Сіздің алдыңызда кеңсе пышағы тұр. Сонымен бөлсеңіз болады, немесе қайшымен бөлсеңіз болады. Ой, бірінші рет көрейік, одан не шығатын. Қане, қай жерден бастап? Ал көрейік. Былай кішкене кіргізіп кигізсек, ол кіреді. Мінекей. Керемет. Енді ішіне салайық. Мен спагеттиді салсам, сіз екі жағына печеньені салып көріңіз. Салайын ба? Әдемі қылып. Ал қараңыз, енді бізде печеньеміз құрғап қалмайды, ал спагеттиміз шашылып қалмайды. Осындай лайфхакты үйде қолданып, өзіңізге ыңғайлы органайзер жасаңыздар. Жөндеу жұмыстары жалғасуда. Біз серіктесіміз Plaza Design интерьер салоны ұсынған қыш тақташаны төсейміз. Қыш тақташы сантехника мен жиһаз салоны Еуропаның ең үздік өнімдерін ұсынады. Пішін мен түстердің әрі өлшемдердің алуандығы интерьерді классикалық, модерн, хай-тек стильдері мен басқа да бағыттар бойынша безендіруге мол мүмкіндік береді. Сонымен қатар бүкіл өнім түрлеріне өндіруші сапа кепілдігін береді. Бұдан әрі розеткаларды орнатамыз. Олар екі бөліктен тұрады және қаптамасымен бірге сатылады. Ал жиектемесін ақ, қара, қызыл етіп кез келген түсін таңдай аламыз. Оны қажетті жеріне қоямыз, дәлдейміз және орталық бөлігінен бұраймыз. Сондай-ақ USB розеткаларды орнатуға болады. Олардың сыртқы пішіні мен техникасы әмбебап стандартты құралдармен толық үйлеседі. Оны айталық ашалы розетка сынды кәдуілгі электр қондырғылы механизмдердің орнына қолдануға болады. Жаңа есіктерді орнатамыз. Unilac сериясының ерекше конструкцияларының сан алуан түрі бар. Айталық Профильдорск фабрикасы үшін біздің германиялық серіктесіміз арнайы жасаған УЕФ лакпен бірнеше қабаттап боялған, құрастырмалы ағытпалы, тік және көлденең тақтайлы жаңа есіктер интерьердің көркін аша түсері сөзсіз. Жаңа өнімнің тағы бір ерекшелігі бұған дейінгі эмаль жабындыларға қарағанда сыртқы көрінісі де, техникалық сипаттамасы да әлдеқайда тегіс, түсі біркелкі әрі қанық. Енді бояу жұмыстарына кірісуге болады. Алдымен бояуды араластырамыз және қабырғаға жағамыз.
Олста түстері бұл заманауи әрі зиянсыз жаңа өнім. Мол тәжірибелі өндіріс пен озық технологиялардың арқасында өнім шын мәнінде сенімнен шықты. Ол экологиялық зиянсыз, ұзақ мерзімге жарамды және үнемдеуге мүмкіндік береді. Ұшып кететін органикалық қосындылардан таза және мүлде иісі жоқ. Біздің тағы бір тапсырысымыз келді. Ол Эталон Холдинг компаниясының ламинаттары. Машинадан түсіріп, жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз Swiss Chrony коллекциясының синхротен ламинат еден жабынын пайдаланамыз. 1556 нөмірлі Certus еменнің түсі. Ол еден кертіктерін дәлме-дәл қиятын жаңа нанотехнологияның көмегімен дайындалып шығарылған. Қабысатын тұстары берік әрі мықты. Ламинат 4 жақты дабл-клик құрастыру жүйесінен тұрады. Ол өте берік біріктіріледі және қосымша жапсырмаларымен тұмшалауды қажет етпейді. Ламинат сүректен жасалғандықтан экологиялық таза әрі табиғи. Оны күтіп ұстау үшін ерекше жағдайдың қажеті жоқ және үстіңгі беті де өте мықты. Ал екінші лайфхакқа көшейік. Оған бізге жаңағы бутылканың екінші бөлшектері керек. Екеу ғана керек, қалғандарын қойып қойыңыз. Одан кейін бізге екі жақты скотч керек. Бар. Қайшы. Бар, мінекей. Одан кейін капрон жібі, ол кез келген құрылыс дүкендерінде сатылады. Немесе осындай қалың емес арқанды қолдануға болады. Мен арқанды алайын, сіз жіпті алыңыз, ол кішкене жұқарақ болады, сізге ыңғайлы болады деп ойлаймын. Ал енді қараңыз, не істейміз? Біз алдымен маны дұрыстап Қиюым керек. Қияйық. Сонымен қазір не жасаймыз бұдан? Біз сәнді люстраның плафонын жасаймыз. Люстраның плафонын жасаймыз. Жақсы, не? Сіз енді скотчты жабыстырыңыз. Өзіңізге ыңғайлы болып қалай. Мынаның бетіне жабыстырайын ба кәдімгі? Я, үстінен. Жақсылап жағынан, мына жерінен бастасам. Тек қана үстін. Я, өзіңізге. Тек қана үш жағын ба? Тек қана. Жоқ, тек қана осы жағын ішін жабыстырмаймыз. Тек қана үш. Я, өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жабыстырыңыз. Енді жіпті алып үстінен, Мына жіпті алып. жағынан, жіпті алып үстінен сызықпен бір-біріне жабыстырып, скотчтың үстінен өткіземіз. Мынау не болып қалды, енді қараңызшы. Жабысып қалды. Жабысқан жоқ. Мынаны істеңіз онда екенсіз, мен ананы бітірейін. Жоқ, мынаны көріңізші. Мынау жерде бір дұрыс. Қандай сен өзің хитрысың, өзіңе бір күшті әдемі жіп алғансың. Жіңішкесін бергенім ғой, ыңғайлы болсын деп. Ал енді екеуін бірге қостым. Ал енді ұстаңыз. Ал енді не болады қазір? Қазір жарық болады. Вуаля! Лампочка Ленина. Енді Фокус осыны деген қандай керемет әдем болып шықты. кез келген бөлмеде ілуге болады. Мен бұндай лампочканы ұйықтайтын, кітап оқитын жеріме қоятын едім негізінде. Сонымен қатар оны кез келген түсте жасауға болады. Жайлы қоныс жөндеу жұмыстарына кіріседі. Біз жуынатын бөлме мен кіреберісті түрлендіруді бастаймыз. Алдымен қажетті өлшемдерін алып, дизайнға сәйкес керекті жерлерді бөліп, есік жақтауларын дайындаймыз. Сымдар өткізілетін саңылауларды бұрғылаймыз. Қабырғаға қалыңдау қылып жағу үшін ерітіндіні жақсылап араластырып аламыз да, сәлден соң жағамыз. Толық кебу үшін біраз уақытқа қалдырамыз. Енді қабырғаны сылаймыз. Сылақ экологиялық жағынан қауіпсіз, сондықтан қоспаны аямай жағып, тегістейміз. Сапалы құрамның арқасында қабырға жарылып кетпейді және қабатты қанша қалыңдатсақ та опырылып түсіп қалмайды. Кеңістікті бөлу үшін аспалы төбені пайдаланамыз. Оның үстіне ол шырағданның сымдарын жасырып тұруға септігін тигізеді. Ал қаңқасын пішінделген металдан құрастырамыз.
Еден құрғаған соң өздігінен тегістейтін қоспаны дайындаймыз. Оны құямыз, бірнеше күн күтеміз және нәтижесінде айнадай теп-тегіс еден дайын болады. Розетка, кабель және сымдарға арналған орынды белгілейміз. Сонымен бірге ТЦ профиль сантехникасына арналған қаңқа жүйесін орнатамыз. Жылдар өтсе де сапасын жоймаған ТЦ бокс сериясының дымқыл монтаж жүйесінің қабырғалы модуліне арналған ТЦ су шаятын кішкентай күбішесі тек бізде ғана. Төбенің карнизін өлшемге сай өлшеп қиюын келістіреміз. Берік полиуретанды, сондай-ақ еден плинтус мен розетка және аспалы шамдарға да пайдаланамыз. Қабырғаны полимерлі тегістеуішпен теп-тегіс етіп сылаймыз. Ол кепкен кезде аппақ болады, яғни кез келген бояуға дайын деген сөз. Бонустық лайфхак бұл гүл композициясы. Ол үшін бізге күздің ең әдемі атрибуты асқабақ керек. Сіз асқабақты жақсы көресіз ба? Асқабақ, асқабақ, қандай тәтті пайдалысың деп біздің қазақтың халық бұзып жібереді екен деп. Асқабақты өте керемет жақсы көремін, өйткені қазіргі кезде осы асқабақтың сезоны ғой. Осы асқабақты қазір жесең, біздің ішкі дүниемізге, біздің физикамызға қандай керемет пайдасы бар. Ал енді біз жанымызға пайдалы зат істейміз қазір. Көрсетші. Сізге осы гүлдерді көп беретін шығар. Олармен не істейсіздер? Концерттен кейін менің үйімде бүкіл ваннаның іші толы гүл болады. Сондай қараймын да, ой, қаншама ақша. Енді қазір Ақшалай неге бермедіңіздер деп ойнап айтамын. Енді осы гүлдерді қазір қалай ұзаққа сақтауға болатынын мен сізге көрсетемін. Ал енді қазір сіз асқабақты кесіп, былай ішін тазалаңыз. Мінекей. Ал, керемет. Енді біз Есі қандай тамаша дейсің. Ескеш? Керемет. Мінекей. Ішіне салдық, пакетпен орадық. Ал енді ең қызығы басталады. Гүлдерді қояйық. Ал енді соңғы штрих. Осымен болды деп санаймын. Қараңыз, қандай әдемі композиция шықты. Ең бастысы бұл қолдан жасалған, сонымен қатар табиғи заттардан жасалған гүл композициясы болып саналады. Ал енді осындай біздің рубрикамыздың көрермені болып, үйіңізді өз қолмен сәндендіріңіздер. Біздің арнамыздан тыс қалмай, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жайлы қоныс бағдарламасы біздің кейіпкеріміз Натальяның пәтеріне жөндеу жұмыстарын жасауды жалғастыруда. Жұмыс аяқталатын шаққа жетті. Жуынатын бөлмемен кіреберіске айна мен шырағдандарды орнатуға жеттік. Майтони компаниясының аспалы шамдары мен шырағдандары неміс технологиясымен жасалған. Темір арқауы металдан, корпусы екі түсті әйнектен тұрады, ал аспасы хрустальдан жасалған. Майтони компаниясы түрлі стильдегі интерьер шырағдандарын шығаратын неміс өндірушісі. Қонақ бөлмеге орнатылатын үлкен аспалы шам мен қабырға шам үйлесімді болу үшін бір стильде болған абзал. Сонымен қатар жуынатын бөлмені де Новодворский лайтинг аспалы шамдармен жарықтандырамыз. Ендігі кезек айнаға келді. Серіктесіміз Астон шығармашылық шеберханасы біздің дизайнерлік шешімімізге үлкен ыждахатпен қарап, кейіпкерлеріміз үшін тамаша өнімдерін ұсынды. Астон жасанды тастары өңдеу саласындағы сарапшы. Күрделі жобаларды жүзеге асыруға қатысқан тәжірибелі мамандар шоғыры. Біз оңтүстік Корея өндірісінің Grandex брендінің мраморға ұқсас M701 түсті акрил тақтасын пайдаланамыз.
Енді жиһаздарды жайғастыруға көшеміз. Ол боялған МДФ тақтасынан жасалған. Ол тақта құрамына жапырақша алтын, тін және айна қосылған. МДФ өндірісі кезінде зиянды шайыр мен фенол қосылмайды, сондықтан материал экологиялық таза. Одан жасалған дайын өнімдер жарылмайды және бүріспейді. Homestore салоны біздің серіктестеріміздің бірі. Ол жоғары сапалы жиһаз бен үйге арналған сәнді аксессуарларды сатумен айналысады. Әдемі, жайлы әрі сәнді көрініске қажетті заттың бәрі де осында. Homestore бөлменің көркін ашып, көз сүйсіндіретін керемет үй жабдықтармен бөлісті. Сәлеметсіз бе, Сергей? Сәлеметсіз бе, Әсем? Жөндеу жұмыстары аяқталды. Олай болса, нәтижені көретін уақыт келген сияқты. Очень интересно. Ал ендеше көрейік. Давайте посмотрим. Кіреберістің көрінісі мені таң қалдырды, Сергей. Оны қалай безендірдіңіз? Так уж вышло, Осы что айна у ұнайды нас деген наша үміттемін. героиня Өйткені бұл айна Натальяның ерекше талғамын баса сипаттайды. Бұл марсал түсті жұмсақ пуфпен өз ұйқасын тауып, біздің кейіпкерімізге ерекше таратымды көрінетін болады. Осындай керемет аспалы шамға назар аудармау мүмкін емес, Сергей. Осы жөнінде не айтасыз? Әуе композициясымен жұмыс жасап, біз аспалы шамның дәл осындай болуы керек деген шешімге келдік. Қара түсті, жылтыр, біздің жағдайымызда ол әйнектен жасалған. Және бөлмедегі басқа қара түстес элементтерді ерекше толықтырып, өз үндестігін тапқан секілді. Мен сізбен толыққанды келісемін, Сергей. Біздің кейіпкеріміз өзінің пәтеріне келген кезде үлкен әсер алған болатын. Олай болса, оның ой пікірін бірге қарайық. Иә, көрейік. Маған барлығы да ұнайды. Керемет, жайлы қоныс бағдарламасына үлкен рахмет айтқым келеді. Кіреберіс өте қатты ұнайды. Ашық түстердің арқасында өте жеңіл әрі жайлы болып шықты. Және жуынатын бөлмеге де көңілім толып тұр. Армандарды орындау шын мәнінде жанға жайлылық сыйлайды екен, Сергей. Бізде тағы бір бөлме бар, ол жуынатын бөлме. Ол жердегі жөндеу жұмыстарының қалай өткендігі жөнінде қарап өтейік. Иә, көрейік. Жуынатын бөлме тамаша орындалды, Сергей. Қол жуғыштың үстіңгі тақтайы қандай материалдар жасалды? Бұл тас па? Нет, это Иә, не бұл камень, тас. это- Бірақ мраморға ұқсатылып жасалған жасанды тас. Рахмет. Жылжымалы жәшіктердің көптігі бізді әрине қуантады. Үй шаруасындағы кез келген әйел оны көріп, бақыттан бас айналатыны сөзсіз. Осы жөнінде не айтасыз, Сергей? Да, ванна. Бізде жылжымалы жәшіктер мен бірге ашылатын жәшіктерді унитаздың жоғарғы жағындағы орнатымды үстіне орналастырдық. Біз кейіпкерлеріміздің талап тілектерін барынша ескере отырып, олар қалағандай бөлмені безендіруге тырыстық. Керемет, Сергей. Біздің кейіпкерімізге сөз кезегін берейік. Мне очень нравится ванна. Көріп тұрғандай алтын мен кафель плиткасымен безендірілген екен. Мен армандағандай аспалы шам орнатыпсыздар. Өте сәнді айна, тіптен керемет. Маған барлығы ұнап тұр. Жайлы қоныс бағдарламасына браво! Сергей, жайлы қоныс бағдарламасы сізге алғыс білдіреді. Жаңа жобаларда кездескенше сізге үлкен рахмет. И вам спасибо большое. Сізге де рахмет. Мне Біз үшін очень бұл жоба өте қызықты сынақ болды. Бір қарғанда қойылған тапсырманы орындап шығу оңай емес боп көрінгенімен, тапсырманы өте табысты орындап шықтық. Рахмет. Құрметті көрермен, жайлы қоныс бағдарламасы өз баспанасын сапалы әрі сәнді және жанға жайлы етуді қалайтын кейіпкерлерді іздестіреді. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Алдыда әлі біз кірісетін көптеген жаңа және жайлы қоныстар бар. Хабар арнасында кездескенше. Осылайша біздің кейіпкеріміздің пәтерін жөндеу жұмыстары аяқталды. Жайлы қоныс бағдарламасы кейіпкеріміздің үдесінен шығуға барын салды. Қолдау көрсеткен барлық серіктестерімізге алғысымыз шексіз. Қарапайым қабырғаларды көркем кеңістікке айналдырған дизайнер Сергей Филатовқа ерекше алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, жайлы қоныс бағдарламасы баспанасын сапалы сәнді, жанға жайлы етуді қалайтын кейіпкерлерді іздестіреді. Хабар арнасында көріскенше.